Қараңыздар, мынау менің жер сілкінісіне арналған бұрышым. Мынау бұрыш, холодильник, стол. Құлайтын болса, әрі кетсе бұлай құлайды. Сақтанғанды сақтайды дейді ғой. Мына жерге жылы төсек қойдым. Сілкінсе осы жерге бала шағамен бәріміз тығып қаламыз. Ал мына жерге мен столдың астына бүкіл керек жарақ, аптечка, қалың киімдер, және де сусындар алып қойдым. 5 литрлікпен кішкентай жылы су. Плюс мынақта Айплюстың өзінің арнайы ыдысы бар. Айплюс не десеңіздер, ол оқу орталығы, Алматы қаласындағы ең мықты оқу орталығы. Осында былай жерге қойып қоямын. Ішін ақтарып көрейік. Менде 2 бала болғаннан кейін бұғып жатыр, балаларға арналған киімдер. Қазір бұның барлығын реттеймін. Мына сумканың ішінде менде тамақтар, плюс удостоверение, су туралы куәліктер, тағы да сумен печеньелер мен сместер бар. Жаман айтпай жақсы жоқ демекші, немесе сақтанғанды сақтаймын демекші. Мен осылай полный дайын отырмын. Енді смело ұйықтай берсем болады. Айтпақшыда жер сілкінісінде главный правило паника болмау керек, және де сен жүгіріп кетпеуің керексің. Лестницаға қанша бал болса да, потому что лестница самый опасный жер. И лифт. Мынандай бұрыштарға тығылып отырды. Мен сияқты менімен бірге дайындалыңдар.